практика көрмесінен алдым бір зат айтып жіберейін. Мысалы, біреудің документін істеп жатқан болсаңыз, сіздерге біреу документ жіберген болса, ашқан уақытта мынандай болып сұрайды сіздерде. Мынандай болып сары болып тұрады. Защищенный просмотр дейді. Осыны бір зат еш зат өзгерте алмайсыз, қараң. Бір зат жазып жатырмын, өзгерілмейді. Бір зат жаздым, өзгерілмейді. Соны разрешить редактирование дегенді басуды ұмытпаң. Сонда ғана өзгерте аласыз. Разрешить редактирование деймін, енді қалеген затын жаза берсем болады. Осы жайы жазылып кете береді. Соны басуды ұмытпаң. Біреудің документін жіберген уақытта осындай болып сары болып тұрады. Міне қараң, мынау менің документім. Осындай қылып документті істеуім керек болады. Тап осындай алуым керек болады. Біздерде құр текст беріледі. Мына жерде құр текстім бар. Бұл жерде тек ішіндегі текстім бар. Формат, абзац ешқайсысы өзгермеген. Шрифті да өзгермеген. Осындай оң жақтағыдай қылып, тап осындай қылып істеуім керек болады. Онда істеп басайық. Баста бір көз қаратып аламын. Міне қандай болады екенін. Мысалы, мынау көк реңде ортада тұрыпты. Мынау қалың болып тұрыпты. Мына жерде мынау оң жақта тұрыпты, мынау ортада тұрыпты, Ташкент деген. Біздерде ондай емес, хаммесі форматы жоқ. Һәм шрифті документ оборотта әрдайым Times New Roman болады, 14-ші размер, яғни 12. Біздер 14-ші размерде қылып көрейік. Һәм интервал жоқ бұл жерде. Һәм мына жерде аралық бар. Осыны істеймін қазір. Ctrl-A мен хаммесін сайлап аламын. Ctrl-A деймін. Текстің хаммесін сайлап аламын. Шрифтін өзгертемін мына жерде. Шрифтін Times New Roman деген жазамын. Times деймін. Times. Английский жазуым керек. Times New Roman. Шрифтін өзгерттім. 14-ші размер болсын маған. 14-ші размер болды. 14-ші размер болды. Және бұл жерде приказ деген ортада тұрыпты. Һәм қандай болып тұрыпты мына жерде? Хаммесі үлкен әріппен жазылып тұрған екен. Көрдіңіз ба? Приказ деген хаммесі үлкен әріппен жазылып тұрыпты. Соны ортаға қоямын. Һәм хаммесін үлкен әріппен қыламын. Оны қайтетін едім. Мына жерде тауып аламын. А деген затты, регистр деген затты тауып алуым керек. Все прописные деп жазамын. Все прописные дедім. Енді мына жерде осыны көк реңге бояуым керек. Мына жерде көк бояйтын затты мына жерде сайлап аламын. Көк рең. Болды. Голубой деген рең. Осы жерде енді мынау бар, мына текстім бар. Олам хаммесі үлкен әріп екен. Утверждение деген бар. Һәм ортада тұрыпты олар. Ортаға қоятын болсам, хаммесін үлкен әріп қылып аламын баста. Все прописные деймін. Ортаға қоятын болсам, мынаған басамын, ортаға қоямын. Һәм оны да көк қыламын. Бірақ қараң, мынау сәл қалыңлау болып тұрыпты. Көрдіңіз бе? Мына жерде қалың болып тұрыпты. Осыны қалың қылу үшін мен мына жерде сайлаймын да, хаммесін текстті сайлап аламын, мышканың шеп жағын басып, тартамын, ақырына дейін. Тарттым. Ж деген жирныйға қоямын. Ж деп болады. Жирный болды. Һәм тойық көк рең екен. Мына жерге тойықлау реңді сайлаймын. Мына жерге сайлап қойдым. Мына жерде мынау ортада тұрыпты, мынауыңызда. Мына жерде ортада тұрыпты. Сайладым, ортаға қоямын. Жирный деген бар. Қалың болып тұрыпты. Ж дегенге басамын. Болды, қалың болды. Енді қараң, текстіміздің мына шеттерін көріп тұрсыз ба? Мына жерде хаммесі теп-тегіс болып тұрыпты, міне, теп-тегіс. А біздерде не қандай болып тұрыпты? Біздерде міне, қараң, мына жерде былай қисайып кеткен олым айтқанда. Осыны дұрыслауым керек мен. Осыны дұрыстайтын болсам, не аламын? Мынаның хаммесін сайлап аламын, міне, сайлап алдым. Хаммесін дұрыслаймын. Дұрыслайтыным мынау еді. Көрдіңіз ба? Мынауған басамын. Пошире дұрысланды. Дұрысланды. Міне. Енді мына жерде мынандай аралық бар екен. Әрбір аралығы мына жерде. Әрбір бірінші текстің абзацында аралық бар. Оны сайлаймын, міне, хаммесін сайлап алдым. Міне, сайладым. Аралықты қоятын, мына бізде линейкамен қойсақ та болатын еді. Айттым, міне, линейкаға басамын, міне, 1,5 деген қойып қоямын, міне. Линейкаға қойсам 1,5 болып тұрады. Я болса мынандай қылып істейтін едім. Мына жерде сайлап аламын. Абзац деген бар. Другие деген бар. Мына жерде первый строка деген сайлап аламын. Первый строка осы жерге 1,5 деп жазамын. 1,5. Үтірмей жазылу керек, мен точкамен жазып жүріппін. 1,5. Окей. 1,5 болды. Енді аралық
Хаммасы жабысып тұрғандай болып тұрыпты. Так, оны да істеп жіберейік. Мысалы, айтып істейміз соны. Аралығын қоятын болсам, мына хаммасын сайлаймын, мұны 1,5 деп қоямын. Документімізде ондай емес екен, 1 болып тұрыпты. Көрдіңіз ба? Документімізде оны парк болып кетті, соның үшін 1 деп тұра берсін, жақсы. 1 деп тұра берсін. Мына жерде енді мына жерде Давлетов деген бар, министр Давлетов деген бар. Министр Давлетов оң жағына тиіп тұрыпты, мына жерге оң жаққа тиіп тұрыпты. Оны һәм қалың болып тұрыпты. Оның үшін Ж деймін, Ж не қыламын? Оң жағына тиіп тұру үшін мына жерге мына кнопканы басамын. Оң жаққа, міне. Ортау, шепкеу, оң жаққа. Һәм мынада Ташкент деген бар. Ол ортада тұрыпты. Міне. Документіміз енді салыстырып көремін, қандай болған екен, бір-біріне ұқсай ма, ұқсамай ма? Міне документіміз ұқсады, мынандай болып тұрыпты. Осындай қылып сіздер де істейсіз. Егер мына зат сәл текстілеу көплеу болса, шрифтін өзгертсеңіз болады. Мысалы 12-ге қойып қойсаңыз болады. 12-ге қойсақ тепе-тең болып қалады екен. Көрдіңіз ба? Документіміз бірдей болып қалды. Осындай қылып істейсіз сіздерді. Осындай практикада болады. Және бір практика осындай арза болады. Осындай қылып арзамызды істеуіміз керек болады. Бізде құр текст бар, міне ішінде арза тексті. Оң жақтағыда қылып істеп қоюымыз керек. Баста бір көзбен көріп шығамын қандай болып тұрған екенін. Хаммасы мынау жирный болып тұрыпты. Мына жерде оң жаққа тақалып тұрыпты, міне. Мына жерде ариза ортада тұрыпты. Мына жерде мынандай аралық бар. Сөйтіп мына жерде назад бар, мынау қисайып тұрыпты, фиш дегеніміз қисайып тұрыпты. Мына жерде хаммасы қисайып тұрған болу керек, курсив болып. Мына жерде мынауымыз жирный болып тұрыпты. Мынауда имзо дегенlerimiz қисайып тұрыпты. Көрдіңіз ба? Һәм ортада тұрыпты. Осындай қылып арзанымызды істеп басайық. Һәм мына жерде мынандай болып тең ярымда тұрыпты. Соның хаммасын істейміз. Қараң. Баста не қыламын? Ctrl-A деген сайлап аламын. Ctrl-A, я болмаса мишкамен хаммасын сайлап алайын. Шрифттің размерін үлкейтемін, кішірейтемін. 14-ші размер болсын. Times New Roman болу керек. Әрдайым документлерде Times New Roman. Ариза намунасы деген бар мына жерде. Мынада ариза намунасы һәм жирный болып тұру керек. Жирный болып тұрыпты. Енді мынау оң жаққа тақалып тұру керек. Тақалды, оны қайтып істейміз. Қараң. Мынаны бастым, міне. Мынаған бастам, міне. Бірақ мынау қараң, мына жерде оңыма текст жоқ. Бірақ мына жерде Өзбекстан Республикасы деген мынандай болып текст болып шығып тұрыпты. Оны қалай істеймін? Мынаны бір сайлап аламын, сайлап алдым. Сайлап алғаннан кейін мына жерде линейка деген затты қосуым керек. Линейканы вид, мына жерде линейка деген тауып аласыз. Мына жерге полный линейка деген. Соны линейканы тауып алың. Линейка қосылып тұру керек. Осындай қылып, астындағы мына 4 мешітті көріп тұрған болсаңыз, мына жердегі 4 мешітті былай тең ярымына былай апарамын. Не? Апардым, қойылды. 4 мешітті қимылдатуым керек болады. Тең ярымына апарып қояйын өзі. Намунасы дегенге апарып қоямын. Оның басқасы жолында істесеңіз болады. Мысалы, мынандай болып тұрсын, не? Текстім мынандай болып тұрыпты. Мына жерге бастым, мынаған бастым. Мына жақтары текстенді, оң жағы. Енді мына жерге басамын, абзац дегенде другие варианты деген бар. Сөйтіп слева деген бар. Слева деген шеп жақтан, мына жақтан неше сантиметр болу керек. Мысалы мына жерге 7,5 болады деймін. Шеп жақтан 7,5 сантиметр деймін. 30 тұп. Болды 7,5 сантиметр. Мынаны қимылдатпасаңыз да болады, мысалы. 7,5 сантиметр болды. Енді ариза деген текстім бар екен. Мына жерде аризаны ортаға қойып қоямын. Ортаға қойдым. Һәм қалың болып тұру керек, жирный болып қояды. Мына жерден бастым. Мына жерде аралық бар, көрдіңіз ба? Мына әрбір тексттің бірінші қатарында аралық бар, абзаста міне. Біреу, екі, үш, хаммасында бар. Оны қайтамен мынаны хаммасын сайлап алдым, міне сайлап алдым. Сөйтіп мына линейкадағы жоғарыдағы мына 3 мешітті көріп тұрған болсаңыз, жоғарыдағы соған басып тұрасыз. 1,5 деп тартасыз, 1,5-ға дейін апарасыз. Я болмаса жаңа екінші мынандай қылып көрсеткенде мынаған басамын. Мынаған бастым. Другие варианты. Мына жерге первая строка 1,5 деп жазамын. 1,5 болды.
Эми мына жерде муаллиф яки муаллифтар fish деп турупту. Ушул затта мен курсив болуп туруу керек. Курсивди мына жерге салеман К дегенге басам. Курсив болду. Және тағы курсив бар жер бар ма екен көрейік. Курсив бар жер тек мына иловадан 4-ке дейін бар екен. Соны сайлап аламын. Мен хаммасын сайлап алдым. Курсив дегенге бастым. Курсив болды. Имза fish деген бар. Имза fish екінші бетке түсіп кетті. Оны мынаны сайлап алдым. Оны да курсив қылайын. Һәм ортаға қойып қояйын. Ортаға сайлап алдым. Ортаға қойып қойдым. Мынау оң жақта тұру керек. Так, оң жаққа қойдым. Қойылды. Бірақ мына бетіміз сыймай қалды. Оны қайтсек болады. Қараң, мына жерде мынандай аралықты жоқ қылсақ болады. Оны хаммасын сайлап аламын. Ctrl-A мен мына жерге удалить интервал деген зат бар. Удалить интервал. Соған бассам, мына аралық жоқ болып кетеді. Абзацлар арасында аралық. Не? Текстіміз хаммасы тайм болды. Мынаны салыстырып көрсек болады, міне. Не? Салыстырып көрсек те болады. Жирный қылуды ұмытып кетіппіз. Жирный қылып жіберейік Б деп. Жирный. Міне текстіміз тайм болды. Осындай қылып документті сіздерде іздеп шығың. Және бір ұмытпайық, қараң, арзада мына жерде әммесі былай текстен тұрды, оң жаққа текстен тұрды, көрдіңіз ба? Сол затты да ұмыт кетпейік, мына текстеп қоюды да ұмытпаң. Оны текстеу үшін мынаған басасыз, выровнять дегенге басып қою керексіз. Сонда текстенеді. Болды.